Қадірлі өнер сүйер ағайын, Қаратөбе ауданы 300-ге ән оздырған Салмұқит, Ғариполла Құрманғалиев, Ескендір Қасанғалиевтай өнер майталмандары дүниеге келген қасиетті өлке. Біз бүгін Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қаратөбе ауданының құрметті азаматы, әнші композитор Ескендір Қасанғалиевтің туған күні 85 жылдық мерейтойы. Біз қаратөбеліктер әрқашанда осындай өнер майталмандарымен мақтан тұтамыз. Біз бүгін ел мақтанышына айналған Ескендір ағаны сағынышпен еске алып, өнерін ұлықтап, асқақ рухын жадымызға сақтай отырып, Атамекен әнін аудан халқы болып бірге шырқаймыз. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсең Атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын, көп күлем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесін, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсең Атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Мен сол Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе дейтін қазақи ауылында, ауданда дүниеге келгем. Шіркін-ай, қазір есіме түседі, шомылған көлдерім, асық ойнаған тақырларым, оның бәрі көз алдыма келеді. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын, көп күлем. Асқар тауың аспаныңмен таласқан, қазағымның мәртебесі деп білем. Қайда жүрсең Атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Қайда жүрсең Атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен.